Елордада оқушылар арасында ұлттық пікірсайыс турнирі басталды. Биыл алғаш рет шымылдығы түрілген сайысқа еліміздің әр өңірінен 70-ке тарта өрен жиылды. Олар 2 күн бойы ел тарихындағы елеулі оқиғаларға қатысты ойларын ортаға салады. Ал озып шыққандары бағалы сыйлықтар мен арнайы дипломдарға ие болады. Бастысы мұндай іс-шаралар көгерімдердің көзі ашық, көкірегі ояу азамат боп өсуіне сеп болады дейді ұйымдастырушылар. Пікірсайыс елбасы күні мен тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына орай арналып отыр. Бұл турнирдің барлық мектепішілік, облыстық, аудандық этаптарына 40 мың оқушы қатысқан екен. Әрине барлығы офлайн форматта емес, кейбірі Zoom платформасында онлайн ойнады, дегенмен 40 мың оқушының қызығушылығы болған турнирге қатысуға. Соның ішінен іріктеліп келген бүгін 68 қатысушы келді. Яғни бұл өте керемет жетістік деп ойлаймын. Мен Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызылтөбе лицейінің атынан келіп отырмын. Осының алдында республикалық деңгейде де өнер көрсетіп жүрдік, алайда бұндай ауқымды шара бірінші рет болып жатыр. Жалпы дайындықты қарарларды бергеннен бастап дайындалып жатырмыз. Дайындық өте жоғары деңгейде. Алла қаласа ауылға жеңіспен ораламыз деген ойдамын.